Гиннес кітабына енген әлемдегі ең сараң әйел Генри Грин. Ол өте бай, миллиардер болса да, өзіне және отбасына ақшаны өте қатты үнемдеген. Қай жерде тегін газет беріп жатыр, қай жерде кедейлерге тегін тамақ беріп жатыр, қай жерде скидка. Соны іздеп, сол жерден тек қана алатын болған. Өзінің киімі жыртылғанша киіп жүретін. Баласының аяғы сынған кезде қай жерде тегін емдетемін, қай жерде страховкамен өтіп кетемін деп, соны іздеп жүрген кезде баласының аяғын да кесіп тастайды. Бұның бәрі оның кішкентай кезінде ақшамен қарым-қатынасы дұрыс болмағаны, әке-шешесі қатал ортада өседі. Ақшаны босқа жұмсамау керек, ақша деген сияқты оның өте құндылығын жоғары қойып, ақшаны жоғалтып аламын деген бір травмасы болған. Бұның бәрі егер терең зерттейтін болсақ, оның дұрыс ақшаға байланысты установкаларының дұрыс емес екендігін көруге болады. Бұл жерде айтып кететін жағдай, адамның өмірінің бәрі оның установкалар құрайды. Ең маңыздысы, сізде қандай өміріңізде установкалар бар. Өмір бойы осылай өткенше бір рет проработка жасау арқылы өзіңіздің өміріңізді өзгердіңіз. Бұл әйелде ол ақшаны өзімен алып кеткен жоқ, оның ең болмаса бір қызығын көрген жоқ, комфортын көрген жоқ, өмірі осылай өтіп кетті. Дұрыс емес установканың, дұрыс емес қатынастың арқасында.